Қалай екен ғой? Бұрын соңы теледидардан көрушім. Алматы табиғаты неткен әсем, көрікті қалай едің? Алматы, арман қала, қандай ғажапсың. Қыздар, қош келдік Алматыға. Керемет қала екен, қыздар қараңдаршы. Қыздар, енді осы қалада 4 жыл бірге оқимыз. Неге араласып, танысып, мен Алматыдан боламын. Мен Шымкент қаласынан. Мен Алматылықпын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Есімім Қайрат. Есімім Али болады. Қай жақтан боласың? Семей ол. Семей. Өзім Шымкент. Араласайық, дос болайық. Қыздар, бұна газет болып таппа. Әлім, ентігін басып сөйлеші, не болды? Бұл жерде былай дейді. Дінмұхаммед Қонаев басшымызды ордынан құлатып, қайдағы жоқ, діні басқа, тілі басқа, Колбин дегенді бізге басшы болып қойып. Не дейді, а? Қанша жылдар бойы бодандықта келіп, енді ғана мына қазақты басшылыққа қойған соң, қайтадан алып тастап жатыр ма олар? Өзге елдің айтқанына көніп, арбауына жүре беретін біз кім болғанымыз? Сорлы халық па едік? Жоқ! Халық наразы, бейбіт шеруге шығып жатыр. Не қыламыз? Достар, тыңдандаршы. Неге біз үнсіз отырмыз? Неге біз алаңға шықпаймыз? Біз қанымыз қазақ, жанымыз қазақ, жеріміз қазақты біз қорғамағанда кім қорғайды? Кет шеруге! Шығыңдар! Алға Қазақстан! Шеруге! Ұсталғандарды алып келіңдер. Жолдас тергеуші, мына хатымды ата-анама, ауылдағы ата-анама жеткіз. Аты жөнің? Жазат. Алаңға не мақсатпен бардың? Біреу сені үгіттеді ме? Ешкім үгіттеген жоқ. Ел көтеріліске шығып жатыр дегеннен кейін көрінбе барды. Не көрдің? Ештеме көрген жоқ. Солдаттар, суық аязда су шашып, тас лақтырып, шашынан жұлған солдаттарды көрдім.
алаңға барып бүлік салған халықтың көпшілігі наркотикпен уланған маскүнемдер. Маскүнем нес? Маскүнем көрсем көзім шықсын. Әрине көрмейсің, сен де солардың бірісің. Ақыл есі сау адам бұнда аттап басар ма? Сонымен алаңға барғаныңды мойындайсың деп жазып қояйын. Сонымен қалай соққыға жығылдың? Соққыға жығылған себебім сенің солдаттарың кінәлі. Қарсыласпа! Бұзақылардың жазасын солдаттарға жаппақсың ба? Ойлан, жақсылап ойлан. Шындық осы деп қасарса берсең, өзіңнің басыңның қандай шырғалаңға түсерін білмейсің. Шындық керек па? Саған әлде қаралау керек па? Солай ма оңбаға? Хайуан! Неге үндемейсің? Вай, қандай қатыгездік десеңші. Тыңда, егер кінәңді мойындамасаң, кемінде 5 жылға қамаласың. Жоқ! Оқудан, комсомолға тарынан шығарылып, итше қанды көресің. Қанша қинасаң да, қараласаң да, ешқашан шындықты айтпаймын. Жап аузыңды, алып кетіңдер! Айналайын Сәбитжан, Мұхтар Шаханов ағамыздың комиссиясына хат жазған едік. Бір қуанышты жайт, желтоқсан оқиғасына қатысқандарды толық қақтадық. Кәрімді тар қамаста отырған сендерді тезірек шығарамыз деп. Бүгінгі күнде қазақ жастары толық әлі де болса қара күштер шындықтың бетін аштырмауға тырысады. Тырысып та жатыр. Өз көзімен шет жағасын көріктер айттым олға. Бастысы, шындықты желтоқсан ойынындағы жастарымыз дүние жүзіне паш етіп, жариялай алса болғаны. Жақында сені босатып тұрған өкімде күшіне енетін хабарлады. Бостандыққа шығасың, көз кенше, сәлеммен атанар. Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шақ көрдім. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп тал болдым. Кеудемдері сызы жатыр сол кездегі салқынды. Айналайын жас қайратып жас өткені халқымды. Өз елінің қайсарында бірлік болмақ қалауы. Лаула желтоқсанның мұзды жаққан алауы. Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің. Ешқашанда еркелігі тиіс емес жалауы. Қайратым Сұлбековті алып келіңдер. Айыпкер Рысқұлбек, сен 13-ші желтоқсан күні қайда болдың? Қайда болам мен? Жолдастарыммен болдым. Сен Мир және Сәтбаев көшелерінде жасақшыларды көрдің бе? Жоқ, көргем жоқ. Ешқандай жасақшылар. Сәтбаев сен өлтірді дейді. Жала жауап тұр маған. Өлтіргем жоқ. Мен адам түгілі шан отырып көрген емеспін. Сәбит, сенің ұрып жатқаныңды біреулер көріпті. Бұған не дейсің Рысқұлбек? Егер мені шынында да солай болса, биттесіңші кәні. Әкел мені қалма. Ақ дейді кәміз, мен саған көрмедім. Кінә дейді ғой тағы. Ей, Рысқұлбек, сен Савицкийді өлтіргеніңді мойныңа ала сал. Сонда сенің жазаң жеңілденеді. Егер Савицкийді өлтіргеніңді мойындасаң, әкеңе тиіспейміз. Әйтпесе, әкеңде де жолдас тергеуші. Мен қалай мойындаймын? Өлтірмеген адам өлтірген қалай мойындаймын? Өлтірген жоқ мен ешкімді. Маған жала жауып деп. Жоқ. Рысқұлбек, сен ақымақ болма. Сен
Советскийді өлтірдім деп мойныңа ал. Бол бір. Сен әкеңнен 4000 сом алып, мына менің алақаныма сал. Бұл екі түсіндірме мақұлық. Жолдас тергеуші, әзір күнін көріп отырған ауылдағы ата-анамнан қандай ақша сұрамақпын? Және не үшін сұрайын? Мен кінәлі емеспін. Жарым аузымды оңбаған. Алтынды. Тоқта, жібер. Ақ түс көзім бар. Ақ түс көзім бар. Айтсana ақ түс сөз. Күнәдан асқан, күнәдан таза. Басым бар. 18-де жасым бар. Қасқалдақтай қаным бар. Бозторғайдай жаным бар. Алам десең, алыңдар. Қайрат деген атым бар. Қазақ деген затым бар. Еркек тоқты, құрбандық. Атам десең, атыңдар. Жан аузында болмаған. Алтынды, атыңдар. Сен қалай қазақ, қазаққа жаның ашымай. Сен де қазақсың ғой. Ел достандырды, келетін күнде жайдары. Сол жылы бірақ, әдеттен жырақ, көрінді шырақ, ай барлы. Тәуелсіздік күні қазақтың жеке мемлекеттік жалауы, қалауы, желбіреген тарихи күн. Бұл